Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін кезекті есептерімізді талдауға кірісейік. 0104, яғни бүгінгі. Талдауды бастамас бұрын Нұрсағайлардың Instagram парақшасына тіркеліп алыңдар. Биорганикалық қосылыстар және тағы да басқа сұрақтарың болса, бүкіл маңызды ақпараттың барлығы сол жақта болады. Ал видеоның соңында оқушылар Нұрсағайлардың сіздерге тағы да қалай көмектесе алады, комментке жазып кетсеңіздер болады. Олай болса, бірінші сұрақтан бастайық. Сұрақ from Айкен. А заты түссіз өткір газ. Оны гүлдерді хош иістендіргіш ретінде қолданылады. Оны платинум мен рубидий қатысында тотықтырса, Б заты түзіледі дейді. Б затын тотықтырып С затын алады. С заты оттегі және сумен әрекеттестіргенде дейді Д заты түзіледі. Д заты су буымен әрекеттесіп тұман түзеді дейді. Ал саған. Енді қараңыз оқушылар, су буымен әрекеттесіп тұман түзеді дейді. Мына сұрақты сәл кішкене до конца жасамаған екен, иә? Бізде білесіздер оқушылар, мына тұман түзеді дегеніміз бұл HNO3-тің пайда болу реакциясы деген сөз, иә? Демек, А заты дегеніміз бізде HNO3-тің алыну процестері, иә? А заты дегеніміз бұл NH3, өткір иісті газ. Б заты дегеніміз ол бізде NO, яғни катализатордың қатысында жанған кезде аммиак екі түрлі жанады, білесіз, иә? Катализаторсыз азот түзеді, катализатордың қатысында NO түзеді. Содан кейін С заты ол ары қарай жанған кезде NO2 түзіледі, және Д заты дегеніміз су буымен мынандай реакция болады. NO2 оттек және H2O, бұл жерде бізде HNO3 деген Д затымыз түзіледі екен. Енді бізден А заты дегеніміз аммиактың пішінін сұрап тұр, иә? Пішінді қалай табатын едік оқушылар? Біріншіден біз Гиллеспи бойынша бұның формуласын тауып алайық. Мен сіздерге қазір көрсетемін. NH3-тің Гиллеспи бойынша біз гибридтену типін анықтайтын болсақ, қараңыздар. Бізде 3 сигма байланыс бар. Міне, сигма байланыс дегеніміз орталық атомның жанында тұрған атомның индексі деген сөз, иә? Ал орталық атом дегеніміз қайсысының индексі азырақ, сол орталық атом. Ол не обязательно сол жақта тұрады, ол оң жақта да тұруы мүмкін, иә? Егер қосылыс болатын болса, бірнеше атомнан тұратын, мысалға 3, орталық атом деген ортасында тұрғаны. Енді 3-ке қосамыз. Азот бізде 5-ші топта орналасқан, қазір ол 3 валентті бөлінген 2. Стериялық санымыз 4 деген, бұл 1s және 3p деген сөз. sp3 гибридті молекула аммиак, иә? sp3 гибридті молекула бізде білесіздер 3 түрлі болады, иә? Тетраэдр болады, пирамида пішінді болады және бұрыштық болады. Біз оның бәрін өткен болатынбыз, иә? Тетраэдр деген ол CH4, пирамида деген NH3, угловая дегеніміз ол су. Әрине бізде NH3-міз пирамида пішінді екен. Көп адамдар бұлай сызып көрсетеді екен ғой, фигураны жаттаңдар деп, олай жаттап қажет емес. Мына жерде таблицада да барлығы көрсетіліп тұр, иә? Электрон жұптарының кеңістікте орналасуы тетраэдр болса, бірақ жалпы молекуланың геометриясының өзі бізде әртүрлі болады екен, иә? Міне 3 тетраэдрдің біріншісі тетраэдр, мысалға метан, екіншісі 3 бұрышты пирамида, NH3 және соңғысы угловая. Вода у нас угловая деп айтамыз біз. Кеттік ары қарай. Тура сол сұрақ. Д затының индикатор түстері дейді. Д заты дегеніміз оқушылар бізде HNO3 еді, иә? Бұл бізде азот қышқылы, иә? Енді қышқыл дегеніміз лакмуста білесіз, бұл бізде қызыл түс береді. Фенолфталин тек қана сілтілік ортаны анықтайды. Сол үшін олған сапалық реагент. Сілтілік ортада ғана ол түс береді, қалған орталарда бұл түс бермейді, иә? Значит, бұл қышқылдық ортада түссіз. Ал метил оранж дегеніміз бұл розовый. Розовый түс береді екен, қышқылдық ортада оқушылар жаттабаңыздар. Кеттік ары қарай. Сұрақ from сағыныш. Олиумның есебі 500 грамм 40% күкірт қышқылы ерітіндісіне 40 грамм 50% олиум қосылды. Күкірт қышқылының массалық үлесі неше есе өсті дейді. Енді қараңыздар оқушылар, қосылған. Осындай бір есеп, өтте қызық есеп. Біз не істейтін едік? Алдымен толтырып алайық, иә? Мынау 500 грамм, мынауымыз бізде 40 грамм, мынау бізде күкірт қышқылының ерітіндісі екен, который 40%. Бізде H2O-мыз 60%. Мына жерде бізде олиум екен, который 50%. Мына жерде H2SO4-міз екен, который тоже 50%. Соңында не шыққанын білмей тұрмыз, иә? Бірақ общий массасы 540. Бізде мынандай сұрақ болып тұр. Соңында олиум шықты ма, немесе ерітінді шықты ма? Оны неге қарап біле аласыздар, иә? Қараңыз. H2O, SO3, H2SO4. Бізде бұл кәдімгі қарапайым реакция ғой. Заттардың, әрекеттесуші заттардың біреуі артық алынған кезде деген тема ғой. Енді судың массасын тауып алайықшы мына жерде. 500-дің 60% дегеніміз ол 300 грамм.
SO3-тің массасы 40-тың 50% дегеніміз 20 грамм. Қайсының зат мөлшері кішкентай болса, сол до конца реакцияға кіріп кетті деген сөз, яғни бітіп қалды. Енді қараңыз, әрине ол бізде SO3 бітіп қалған. SO3-іміз бітіп қалған үшін ең соңында бізде ерітінді шыққан екен, міне ерітінді. Потому что су артылып қалды. И соңғы ерітінді де шықты. Енді SO3 арқылы M3-ті табамыз, обычный шаблонды жазайық. Көбейтілген 100 тең болады процент. H2SO4, который соңғы ерітіндідегі, кеттік. Енді астында общий массамыз 540. Төбесінде M1 дегеніміз бірінші ұяшық, яғни бірінші жәшіктегі H2SO4-тің массасы. 500-дің 40% дегеніміз 200 грамм. Қосылған 40-тың 50% дегеніміз 20 грамм. Қосылған M3 дегеніміз міне пропорция бойынша реакциядан келетін масса, 80-нің 4-тен 1 екен ғой 20. 98-дің 4-тен 1 24-5, калькуляторсыз есептей салайық. 24.5. Енді қалғанын калькулятормен есептейміз. Жалпы H2SO4-тің массасы 24-5, қосылған 20, қосылған 200 дегеніміз 244-5. Осыны 540-қа бөлетін болсақ, 45.27% болған екен. Ең соңында. Енді күкірт қышқылының массалық үлесі неше есе өсті деген бұндай сұрақ келе алмайды, потому что байқасаңыз, бұл бізде екі түрлі ерітінді араласып жатыр, Сол себепті бізде ондай нәрсе бола алмайды екен. Мына екеуінің ортасында болды, мына 40-тан 50-дің екеуінің ортасына келіп тірелді, 45-те 27. Кеттік ары қарай. Сұрақ from Ақылбек. Газдар қоспасының 1 метр куб 50% сутек дейді. Міне сутек, 35% метан, 8% иіс газы, 2% этилен. Солардың бәрін жағамыз. Кеттік, жағып алайық. Содан кейін не дейді бізде? Оттектің жұмсалған көлемін анықта дейді. Енді өте оңай сұрақ, бірақ бұл жерде біз есептеп көрсете салайық. Мұнда су шығады, мына жерде CO2 мен су шығады, мына жерде CO2 шығады, мына жерде CO2 мен су шығады. Оқушылар, біз үшін өте маңызды нәрсе бұл көлемдік қатынас. Мына жерде просто теңестіріп алайық, алдымен 2 болады, мында 2 болады, мына жерде 3 болады. Мына жерде 0.5 болады, мында 1 болады. Мына жерде 1 болады, мына жерде 2 болады. Мына жерде 2 болады. Мына жерде 1 болады, мына жерде 0.5 болады. Мына жерде 1 болады. Енді қараңыздар, көлемдік қатынас бойынша не істейміз? 22-ді 4-ке көбейтіп бөліп атудың қажеті жоқ. Мынау бізде 0.5 болса, яғни 1-дің 50%. Мынау бізде соның жартысы болады, Өйткені пропорция бойынша міне 0.5-ке көбейтем, мынау x болсын, 1-ге бөлем 0.25 метр кубический. Яғни суды жағу үшін жұмсалады екен. Кеттік ары қарай. Метанды тауып алайық. Метанымыз 1-дің 35%, 35% дегеніміз 0.35. Енді 0.35 мынау y болса, 2 есе көп, коэффициентімін пропорция ғой, тағы да бір рет пропорция. Ол болады 0.7 метр кубический. Енді иіс газына келейік. 1-дің 8% дегеніміз оқушылар, ол 0.08. 0.08. Енді оны алып 0.5-ке көбейтеміз. Тағы да пропорция бойынша, 0.08-дің жартысы дегеніміз 0.04 метр кубический. Енді мынау ең соңғысы 2%. 0.02-ні аламызда 3-ке көбейтіп жібереміз, Сол кезде 0.06 болады екен метр кубический. Әрине, общий оттектің көлемін табу үшін 0.06 қосылған 0.04, қосылған 0.7, қосылған 0.25. 1.05 метр кубический дегеніміз 1000-ға көбейтіп жібересіз, сол кезде 1050 болады екен, А варианты. Бұндай есептер қажет ауаның көлемін тап деп те келеді, ауаның құрамындағы оттектің процентін беріп қояды. Сол кезде мынаны оттектің процентіне теңестіресіз де, мысалға x%, 100%-ді табу керек ауа деген сияқты түрленіп келе береді. Кеттік ары қарай. Массасы 100 грамм 9,8%-дық күкірт қышқылының ерітіндісін алу үшін неше грамм 30%-дық олеум қажет дейді. Енді олеумның есептерін түсіндіріп шаршаған Нұрсағайың бұл есепті де сізге смело түсіндіріп жібереді қазір. Қараңыздар. 100 грамм, ерітіндіні алу үшін екен ғой, қажет емес, мында 100 грамм екен. Ерітінді алу үшін дейді. H2SO4 пен H2O, который 9.8%-дық. Дұрыс қой. Бізге керек не 30%-дық олеум дейді. Мынау x грамм болсын,
30%дық олеум міне. 30%, H2SO4-іміз 70%. Енді бұған әрине біз су қосамыз, я, су. Судың массасы белгісіз. Екеуінің массасы бірдей деп тұрған жоқ, сол үшін біреуін X, біреуін Y деп алып алам, я. Міне, X пен Y-тің қосындысы 100 грамм. Бұл бірінші теңдеуіміз біздің. Енді не істейміз біз оқушылар? Осындай сызық қоямыз. Көбейтілген 100 тең болады процент H2SO4 соңғы ерітіндіде, яғни беріліп тұр. 9,8 жазып қоямыз. 9,8. Астына жазып қоямыз общий масса 100. Енді үстіне іздейміз. H2SO4 бар ма, жоқ па? Біріншісінде бар, яғни X-тің 70% деген 0,7X. Қосылған. Екіншісінде жоқ. Екіншісі таза су. Үшінші массамыз біздің оқушылар реакциядан келеді екен. Яғни H2SO4 M3 98. Соңында су шықты, сол үшін біз SO3 арқылы массаны есептейміз. SO3-тің массасы деген X-тің 30%. 0,3X. Пропорция істейміз. M3 тең. 0,3 аламын. Көбейтемін. 98-ге бөлемін 80-ге. 0,3675 X-ні ұмытып кетпеңіздер, я? Обязательно. 0,3675X. Енді мына екеуін қысқартып жіберетін болсаңыз, мына екеуін бір-біріне қосатын болсаңыз, 0,7-ге қоссам, 1,0675X тең 9,8. X-іміз тең 9,8 бөлінген 1,0675. 9-да 18 грамм екен. Яғни олеумның массасы 9,18 грамм. Екінші түрлі сұрақ болып, судың массасын сұрап тұрса, ол кезде 100-ден азайтып тастайсың, я? Себебі 2 ерітіндінің массасын қосқанда 100 грамм. Демек, мұна 90-да 82 грамм екен. Болды, Нұр сағайыңмен есептердің бәрі спокойно шыға келеді. Кеттік ары қарай. Мына өткен жолы слифтарда талдап өткен сұрағымызды біреу до конца есінде сақтап алып шыққан екен. Білмеймін қайдан алып шыққан, бірақ біз бұны шығара кетейік. 6-ға 5 деген қатты қызыл түсті естеріңізде болса, бұл бізде сіріңкенің жану реакциясы, яғни фосфор мен бертолий тұзы. Бертолий тұзы дегеніміз, анау қызыл фосфор дегеніміз, ненің басында тұрады, спичканың басында тұрады. Ана екеуін бір-біріне биткен кезде сіріңке жана келеді, я? Бізде P2O5 және калий хлорид деп айтқан болатынбыз, я? Сол кезде бізде 6-ға 5 деген мольдық қатынас шыға келеді екен. Значит, мынау бізде А заты болды, я? Бізде сары түсті тұнба түзетін, я? Күміс нитратымен, я? Ол бізде не болатын еді? Ag3PO4. Демек, мынау біздің С затымыз, я? Міне P2O5 деген С заты. Ал мынау бізде AgNO3 пен ақ түсті тұнба түзетін, я? Ag-хлор деген тұнба түзет. Бұл бізде Д зат екен. Енді сұрақтарға келейік. Д затын тап дейді. Әрине, ол бізде калий хлорид екен оқушылар, я? Келесі. Тура жаңағының екінші сұрағын шығарып жіберейік. Мына жерге А заты оттектің жеткіліксіз мөлшерде. Жазып қояйық. Фосфор бізде молодец қой. Екі түрлі жанады, я? Біреу оттектің жеткілікті кезінде, екіншісі жеткіліксіз кезінде. Енді бізде екі түрлі нәрсе бар, я? Міне P2O3, P2O5. Қай жерге оттек жетпей тұрса, әрине сол жеткіліксіз мөлшерде жанған деген сөз, я? Міне жеткіліксіз. Жетіп тұрған, конечно, оттек до конца қаныққан. P2O5, я? Сәйкесінше, мұнадан метафосфор қышқыл шықса, мұнадан ортофосфор қышқылы ары қарай сумен әрекеттескен кезде шығады екен, жаттаңыз, біле жүріңіз. Келесі, хлоретанның сілтінің спирттегі ерітіндісімен элиминдеу реакциясының өнімі. Енді мен бұны қалай түсіндірем оқушыларға? Хлоретан дегеніміз мынау, я? Мысалға алайық натрий OH. Спиртовый раствор дейміз. Қараңыз. Спиртовый сулы ерітіндіні есінде сақтай алмайтын оқушылар үшін менен лайфхак. Қараңыз. Спиртті ерітіндінің ішінде біріншіден су жоқ. Демек, реакцияда су шығу керек деген сөз. Мынау металл по-любому галогенді өзіне алып кетеді. Натрий хлор. Енді не қалды? Айтыңызшы. Су қайдан шығады? Су мына гидроксотоппен мына жерден бір сутекті өзіне тартады. Енді реакция нәтижесінде мынандай нәрсе қалды, C2H4. Болды, ол деген бізде этен. Немесе еркелетіп этилен деп қойсаң да болады, я? Еркелетсең де болады. Енді екінші түрлі реакциясын көрсетейік, қараңыздар оқушылар. C2H5 хлор қосылған, мысалға натрий OH, сулы ерітінді. Қараңыз, реакцияның басында су бар. Демек, нәтижесінде су шықпайды деген сөз. Просто натрий хлорды алып алады да, су шықпайтын болса мына гидроксотоп не істейді? Ол просто барып хлордың орнын алмастырады, я? Сол кезде этанол шығады екен. Жаттавандар, нуклеофилді орын басу, элиминдеу деген реакциялар деген өте оңай тақырып, я? Нұр сағайын түсіндіреді бәрін, уже түсіндіріп берді. 1 минутта.
Кеттік ары қарай. Тұрақты циклды көмірсутек қайсысы? Оқушылар, цикла алкандарды жаттаңдар. Органикалық цикл алкандар бүкіл органикалық қосылыстардың реакцияларын, которые ОБТ-да точно келетін жинақта қойдық барлығын. Едусердің оқушыларына бердік уже. Жәндерім, жаттаңдар, пожалуйста, жарай ма? Сол реакциялар 100% келеді ОБТ-да. Одан басқа ешқайсысы келмейді. Енді тұрақты циклды көмірсутектер бізде оқушылар, ол әрине бізде гексаннан басталады екен, иә. Негізінде пентаннан басталады, пентан және гексан деп айтады. Бірақ екеуін салыстырған кезде более устойчивый ол бізде цикла гексан, иә. Даже органикалық реакциялардың жинағын ашып қарасаңызда да сол жерде былайынан тұр, иә, міне. Мынау өте тұрақты, иә, өте тұрақты. Өйткені ол жерде угол давить етпейді, иә, гибридтену жағынан да өте тұрақты. Кеттік әрі қарай. SO2, O2, SO3 дейді. Реакциясындағы бастапқы заттардың концентрациялары 0,4, 0,3 сәйкесінше дейді. Жүйедегі тепе-теңдік орнаған кезде күкірт 4 оксидінің концентрациясы 0,2 мол болған. Тепе-теңдік константасының мәні. Ал саған. ОБТ таңғалдырудан шаршамайды. Нұрс ағайың бұндай есептерді қалай шығаратын еді? Астыға реакцияны жазып алайық кішкене, бізге ыңғайлы қылып. Конечно, менің оқушыларым уже догадались. Біз бұған бөс дейміз, бөс. Бөстің сысы, яғни соңғысы, бұл тепе-теңдік. Тепе-теңдік константасы да осыған байланысты есептелінеді. Енді қараңыз, басында дейді, мынау болған 0,4, мынау болған 0,3 дейді. Мынау болған 0. Неге? Басында өткен реагенттер бар, өнім әлі шыққан жоқ, Енді қараңыз. Тепе-теңдік орнаған кезде дейді. Тепе-теңдік деген қайсысы оқушылар? Жаңа айттым ғой. Ол мынау, 0,2 болған міне. Күкірт 4 оксиді. Демек, сіз просто математика ғой, плюс-минус. 0,4-тен 0,2 шығару үшін 0,2 азайтылып кету керек. Мынау өзгеріс. Енді осы өзгеріс таласында барлық жерге коэффициентпен пропорция жасай бересің. Қараңыз, 0,2-ні мына 1-ге көбейтесің, оттекке. 2-ге бөлесің. Сол кезде 0,1 екен. Мынадан азайтылып кету керек. И соңында 0,2 қалған. Ал өнімдер бізде керісінше пайда болып жатыр, пайда болып жатыр. 0,2-ні аламызда мына коэффициент 2-ге көбейтеміз, мына 2-ге бөліп тастаймыз. Сол кезде бізде 0,2. Енді тепе-теңдік константасы деген оқушылар. Тепе-теңдік жазу машина, Өнімнің реагенттерге қатынасы, яғни 0,2-нің 2 дәрежесі бөлінген 0,2-нің, мына 0,2-нің 1 дәрежесі көбейтілген 0,2-нің 2 дәрежесі. 2 дәрежесі. Енді мынау мен мынау қысқарып кетті дейтін болсаңыз, бізде жауабымыз қандай болады екен? 1 бөлінген 0,2 дегеніміз 5 болады екен. Спокойно. Бүкіл тепе-теңдіктің есептерін бөспен шығарасыңдар, оқушылар. Кеттік ары қарай. Галогендермен әрекеттескенде орын басу реакциясы жүрмейтін цикл алкандар қайсысы? Орын басу реакциясы жүрмейтін дегеніміз оқушылар. Біздің жаңағы айтып кеткен машина органикалық реакциялардың жинақтарында да беріліп тұр. Ол жерде былай сүйрет даже салынып тұр, міне 3 бұрыш болған кезде мына үзіледі деп тұр. Галогенді қосқан кезде дейді, ол мына екі жағынан барады дейді былайынан. CH2, мына хлор деп цикл бұзылып кетеді дейді. Орын басу жүрмейді, яғни сутекті барып алмастырып, аш хлоры болып шықпайды, короче. Әрине ол бізде циклопропан, циклобутан және цикла негізінде пентаннан бастап орын басу реакциясы жүреді. Бірақ мына жақтағы варианттарды қарасаңыз, бізде гександа орын басу жүреді, мында жүрмейді деп тұр, гептан, яғни гексаннан ары қарай бәрінде жүре береді, короче. Сызықтаған кезде варианттарды бізде Д варианты қалды. Ол бізде циклопропан және циклобутан болу керек, негізінде мында циклопентан деп тұр екен. Мейлі, бола берсін, Жаттағандар, органикалық реакциялардың барлығын қайталаңдар, особенно едусердің оқушылары. Сіздерге бердік, жаттаңдар, толық солар ғана келеді УБТ-да. Кеттік ары қарай. Сөндірілмеген әк әрекеттесетін заттар. Сөндірілмеген әк дегеніміз не? Ол мынау ғой, сөнбеген, яғни су қосылмаған. Сөндірілген деген бұл су қосқан кезде, сөндірілген әк шығады. Кальций OH2. Енді қараңыз, бұндай реакциялар бола ма, болмай ма, жалпы қайдан білуге болады? Біріншіден, сіз бұның табиғатына қарайсыз. Мынау не? Бұл оксид. Қандай оксид? Негіздік оксид. Нұрс ағайын қалай үйретеді? Негіздік бір нәрсе, қышқылдық бір нәрсемен точно реакцияға түседі, Енді қараймыз варианттарды. Мынау негіз. Негіздік. Болмайды. Мынау тұнба. Болмайды, Мына қышқылдық оксид тұр. Қышқылдық бір нәрсе, негіздік бір нәрсе. Реакция жүреді. Мынау бейтарап тұс. Жүрмейді, Бұл кәдімгі әртүрлі заттардың әрекеттесу. Ал енді мысалға екі қосылыс бір-бірімен әрекеттескен кезде алмасу реакциясы кезінде қалай болады? Например, айтайық, натрий хлор
қосылған калий NO3. Натрий хлор қосылған AgNO3. Мына екі реакцияның қайсысы жүреді деп сұрайтын болса, сіз не істейсіз? Алмаса береді, екеуі бір-бірімен дейсіз ба? Мына екі ион, олай емес. Бізде үш түрлі зат орындалу керек. Біріншісі газ, екіншісі тұнба, үшіншісі әлсіз электролит деген су, яғни бейтараптану реакциясы болу керек. Егер осы үшеуінің біреусі орындалса, реакция жүреді. Алмасқан кезде, короче. Егер орындалмаса, онда реакция жүрмейді. Мысалға, бірінші кейсті қарастырайықшы. Натрий NO3 типа, енді алмастырып көрейік. Калий хлор. Тұнба жоқ, газ жоқ, су жоқ, бұл реакция жүрмейді. Түсіндіңіздер ме? Бұл дұрыс емес реакция деген сөз. Ал екіншісін қарастыратын болсақ, Ag хлор деген тұнба, натрий NO3. Көрдіңіз ба? Тұнба бар. Сол үшін бұл реакция жүреді екен деп Нұрсағайың 1,5 минутта сізге бүкіл химиялық реакцияларды түсіндіріп қойды. Кеттік ары қарай. N2O4 бастапқы концентрациясы 0,08. Ал тепе теңдік орнаған сәтте 50% N2O4 диссоциацияланған болса, N2O4 тағы да константаның есебі тура жаңағындай тактикамен шығарамыз. Қалай шығарамыз оқушылар? Қандай? Әрине бөс қой, роднойлар. Бөстің сысы соңғы деген сөз, Бастапқы концентрациясы қандай дейді? 0,08 дейді. Мынау жоқ басында. 50% кіркеткен дейді реакцияға. Диссоциацияланған. Значит, 0,08-дің 50%-ын тауып алайық. 0,04. Демек, мынау өзгеріс 0,04 деген сөз, диссоциацияланды деген ионға ыдырады деген сөз. Енді өзгеріс қандай мұнда? Соңында 0,04 қалды, Енді мына өзгерісті қалай табатын едік? Өнімдерге плюс, реагенттерге минус деп айтқан болатынбыз, Мынаны аласың да, мынаған көбейтесің, мынаған бөлесің. Пропорция. Көбейту 2, бөлінген 1. 0,08. Соңында 0,08 екен. Тепе теңдік константасы тең. Өнімдердің реагенттерге қатынасы. Бірақ дәрежелерін ұмытпаймыз. Коэффициент дәреже болып барады, Сол кезде жауабымыз болады екен. 0,08 көбейтілген 0,08 бөлінген 0,04. 0,16 екен. А варианты. Нұрсағайың екі есеппен тепе теңдікті үйретіп жүрген болса, видео біткеннен кейін комментарийға жаз. Ағай, үйрендім, рахмет. Немесе үйренбедім, үйрене алмадым. Тағы да үйренсем бола ма деген сияқты пікір қалдыруды ұмытпа. Кеттік ары қарай. Тотығы тотықсыздану реакциясындағы тотықсыздандырғыштың өнімінің алдында қойылатын коэффициент. Бұны бірінші просто теңестіріп алайықшы, сосын разбереміз сұрақты оқып, Қараңыз, йод бізде жалғыз тұр. Заряды жоқ, 0. Мына жерде йодтың зарядын қалай табамыз? Оттек екеу, міне, көрсете салайын, мұн жақта білмейтіндер болса, білесіңдер, конечно. 2-ні 3-ке көбейтеміз, мына 1-ді 1-ге көбейтеміз, бір-бірінен азайтып тастаймыз. 6-дан 1-ді азайтсам, мына 5. Значит, мұнда плюс 5 екен, Азот мұнда плюс 5, мына жерде плюс 2. Жазып қоямыз. Йод 2-ден йод плюс 5-ке барды. Азот плюс 5-тен азот плюс 2-ге барды. Енді теңестіреміз бірінші, Йод мұн жақта 2, мұн жақта 1 ғана. Міне саған 2. Енді бұл не істеген? 10 электронды беріп қойған. Мынау 3 электронды қосып алған. Оқушылар қараңыз, өте оңай тактика үйретем. Заряд өсті ма? Тотықты деген сөз. Тотықты. Тотығу процесі немесе, Мына заряд төмендеді ма? Тотықсызданды. Тотықсызданды. Енді процестерді жазған кезде тотықты, тотығу процесс. Значит, өзі тотықсыздандырғыш. Тотықсыздандырғыш. Ё-майо, жазуым не өкетті. Өзі тотықсызданды. Значит, тотықтырғыш. Болды? Керісінше жазып қойдық. Енді теңестіреміз. Қалай теңестіреміз? Мына электрондарды аламыз да, мында, мынаны аламыз да, мында. Пропорция ғой, короче. Тотығу-тотықсыздану реакциясында да пропорция. Енді коэффициентті қойып бастағанда асықпау керек. Қараңыздар. Өнімнен бастап қоясыздар, Мынаны аласың да, мынаған фк етіп көбейтесің. 6. Түсіндіре алдым ғой, Өнімнен бастап қоясыз. Сосын бірден қарайсыз, басқа йод бар ма? Жоқ. Екі ақ жерде бар екен йод. Значит, смело мынаның алдына барасында 3-ті қоя бересің. 6 штук йод екі жақта теңесіп тұр. Сосын мына 10-ды аласың да, өнімдегі азоттың алдына қоясың 10. Қарайсың, басқа азот бар ма? Басқа азот жоқ. Значит, мында да смело 10-ды қоя бересің. Енді сутектерді теңестіретін болсақ, сол жақта 10, оң жақта міне 6 тұр.
Мынау 10 болу үшін мынау 4 болу керек, міне 2. Болды. Енді не істейміз біз? Тотықсыздандырғыш дегеніміз не еді біздің? Ол йод еді, я? Басында йод болып тұр міне. Бізде тотықсыздандырғыштың алдындағы коэффициент деп тұрған жоқ, оқушылар, я, шатаспаңыздар. Тотықсыздандырғыштың өнімінің йод неге айналып кетті? H йод оттек 3. Оның алдындағы коэффициенті біздің 6 екен, соны сұрап тұр негізінде, я, мынаны сұрап тұр по идее. Ал тотықсыздандырғыштың коэффициенті болатын болса, бізде не болады? 3 болатын еді. Болды. Кеттік ары қарай. 250 грамм саған пластинка өлтіріп жатыр, я, оқушыларды. Қазір Нұрсағайын дұрыстап, полканың шаңын сүртіп, сендерге пластинканы түсіндіріп береді. Қараңыздар. Магний ұнтағын қосты дейді купрум SO4-ке. Реакцияны жазып алайық алдымен. Магний қосылған купрум SO4. Магний SO4 қосылған купрум. Содан кейін не дейді? Тұнбадағы металдардың массалары мен соңғы ерітіндідегі заттардың массалық үлестері дейді. Саған кеттік. 2% беріліп тұр, екеуін бойы салайын ба? Ойнап айтам, олай емес. Қараңыз, пластинканың 2 есебі бар өзі. Біріншісі мына 2 металдың массасының разницасына қарай есептеледі зат мөлшер. Пластинкадағы мақсат, зат мөлшерді тауып алу ғой. Екінші масса беріліп тұрған жоқ. Немесе қаншаға өскені, қаншаға кемігені беріліп тұрған жоқ. Сол үшін біз тұз арқылы шығарамыз екен есепті, я? 250-дің 20% дегеніміз қанша? Есептеп алайық. 250 көбейтілген 20%. Бұл бізде 50 грамм екен, я? Зат мөлшер купрум SO4 тең 50 бөлінген 160. Есептеп алайық. Қанша болады екен? 0.3125 моль. Болды, осын тауып алғаннан кейін бірден мына массасын тауып алам. Бірден мынаның массасын тауып алам. Я? Бірден мынаның массасын тауып алам. Бірден мынаның массасын тауып алайық. Давайте. Төбесіне көбейтіп жаза берейікші, я? 0.3125 көбейтілген 64. Мынау 20 грамм екен. Жазып қоямыз. Мынаның массасы қандай екен? 0.3125 көбейтілген 24. 7.5 грамм. Мынаның массасы 0.3125 көбейтілген 120. 37.5 грамм. Ал мынаның массасы 0.3125 көбейтілген 160 дегеніміз 50 грамм до конца реакцияға кіріп кетті. Енді 20-ны бояқ қойдық. Неге 7,5-ды боямаймыз? Ондай вариант неге жоқ? Потому что ол басында 16 болды. Мына магний қалған, я? Қалқаған. Оның 7,5-ы жоқ. Жаңағы бөстегі сияқты ғой, реагенттер жұмсалады, өнімдер пайда болады. Сол үшін 16-дан 7,5-ды азайтатын болсаңыз, реакцияның соңында 8,5 грамм магний қалды. Бояқ қоямыз. Я? Енді реакцияның соңында қандай тұз бар? Купрум SO4 жоқ, потому что басында 50 болды міне. Купрум SO4. И 50 грамм реакцияға кірді. 0. Бізде тек қана магний SO4 бар екен, оқушылар. Қараңыздар. Енді процентін тауып жіберейік. Магний SO4-тің. Процентті қалай табамыз? Өзінің массасын аламыз да, жалпы ерітіндінің массасына бөлеміз. Жалпы ерітіндінің массасы деген не? Қараңыздар, астында 3-ақ нәрсе жазасыздар, оқушылар. 3-ақ нәрсе. Я? Ол не? Ол бүкіл реагенттердің массасы. 250 грамм. Қосылған 16 грамм басындағысы. Азайтасың масса пластинки. Масса пластинка. Масса пластинка дегеніміз не? Я? Басында болған 16 грамм. Азайтылған. Я? 24x. Қосылған 64x. Пластинка деген, оқушылар, сен салдың ғой бағанағы магнийді. Соның біразы реакцияға кіріп кетті. Сосын оның сыртын купрум қаптап қалды деген сөз. Я, бұл любой реакцияға қатысты. Пластинка деген басында болған металдың біраз бөлігі реакцияға кіріп кетті, қалқаған бөліктің сыртын екінші металл қапта қалды деген сөз. Болды, енді осы жерден 16 азайтылған 24x қосылған 64x дегеніміз 16 қосу 40x екен. Енді x-ті біз білеміз 0.3125. Сол баяғы зат мөлшері, я? 16 40-ті көбейтеміз 0.3125-ке 12-да 5 грамм. Қосылған 16. 28-да 5 грамм шықты пластинканың массасы. Соны просто мұнан азайтып тастайсыз. Яғни процент тапқан кезде астына 3 нәрсе жазуың керек. Бүкіл реагенттердің массасын қосасын, металды да, тұзды да қосасын. Одан азайтып тастайсың пластинканың массасын. Болды. Енді есептеп алайық. 250 қосылған 16 азайтылған 28.5. 237-да 5. 37-да 5 бөлінген 237-да 5 дегеніміз 15-та 79% екен.
Эх, жандермай, Нұрсағайларың осылай есепті шығарып бітірді, пайдалы болды деп ойлаймын. Нұрсағайлардың инстаграм парақшасына тіркеліп алыңдар. Скоро сіздермен задай мне вопрос деген рубрика ойнатамыз. Тағы да басқа өте күшті ұбт-ға дайындыққа арналған нұсқалар дайындап жатырмыз. Сол тесттерді сіздерге жазуға ұсынатын боламыз. ұбт-да жалпы оқушылар есептің түрі көп емес, олар мыналар ғана. Осы есептің түрлерін шаблондармен үйренгің келсе, бізге кел, біз сені дайындаймыз. Бірақ бұл реклама ретінде айтып жатқан жоқпын. Мен қаншама видео түсірдім, өзің көріп, біліп, примерно түсінген боларсың да. Егер біздің методикамыз, менің методикам саған ұнаған болса, егер екеуміз бір-бірімізді тапқан болсақ, неге ұбт-ға кіріп 45+ жинамасқа? Неге жинамасқа? Егер қаласаң, кел, біз үйретеміз. Егер жоқ десең, онда просто YouTube каналға жазылып алып, ары қарай видеолар көрсең болады. Бастысы пайдалы болсын, ең бастысы сен ұбт-дан күшті нәтиже алып, грантқа түсіп кетсең, мына жақтан Нұрсағайың қуанады. Бірақ та Нұрсағайыңды қуантып, сертификатыңды жіберіп, ағай деп бір айтып қойсаң, өте күшті марқайып қалатын едім. Оқушым, болды, олай болса, бүгінгі эфир бітті. Басқа видеоларды күт.